Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Абдувалиев клиникасында сөйлеп жатырмыз. Менің фамилиям Абдувалиев, мен профессор доктор академикпін. Мен жаңа Ташкенттен келгенмін. Ташкентте неде істеген, медицина зат кафедра болып. Қазір бұл келгенімізге Шымкентке келгенімізге қазір 9 жыл болды. Мен кандидатский, докторский бәрі восточный медицина бойынша болған. Қазір біз бұл жерде именно эпидемия медицинасының межаз теориясы бойынша бұл жерде қазір халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Қазір біздің еміміздің результатын сіздерге көрсетпекшімін. Қазір осы қарындастың мысалында. Қарындас қазір өзі туралы айтып берсе, қарындасымыздың фамилиясы кім еді қарындасым? Жұмасаева Жадыраева. Қай жерде тұратын едіңіз? Сарыағашта. Сарыағашта тұратын қарындасымыз. Қазір өзіңіздің тарихыңызды айтып беріңізші, көрермендер қарап тұрайық. Қалай ауырдыңыз, қанша болды ауырғаныңызға, не диагноз қойды сіздерге? Біріншіден мен ұзақ уақыт көп ауырдым. 2 ай болды ма ауырғаныңызға? Енді жобамен одан көп болды. Жазы бойына ауырып жүрдім, бармаған жерім қалмады. Ақырғы соңғы 2 айда только обезболивающиймен жүрдім. Кішкене болмайтын нәрсеге де нерв шітетіп, басым ауырып, давлением көтеріліп кете береді. Только обезболивающиймен жүрдім. Кейіннен жаңа келіп, бармаған жерім қалмады. Ақырында естіп, осы профессор ағаны естіп, мен осы жерге келдім. Келген кезде бір минут қазір қандасым. Бұл кісі келгенде бұған былай диагноздар қойылған. Дәрменесі болған, правильно? Ана жақта бауыр ауырған, жүрегіңіз ауырған, почкасы ауырған. Ең главный деген 110 жұтқанда язвенный болезнь деп қойған бері. Бізді алған бірінші алған кезде қорқтық. Кровотечение болып кетемеген қандай болар екен. Сөйтіп алдық. Қазір міне нешінші күн қазір сіз? Бүгін иншалла 7-ші күн болды. Осы жерге келіп ем қабылдап жатқаныма. Келген кезде 3-4 күнге шейін давлением қатты көтеріліп түспей тұрды. Осы жерде дәрігерлердің қадағалауының арқасында, Аллаға шүкір, дертіме шипа таптым. Мен қазір ауырғанымның барлығы басылды. Жеңілдедім. Қазір дәрмен жақсы жүреді. Давлением уже қазір 2 күн 3 күннен бері қалыпты. Өзім давлениеме түсті. Кеше бұл кісінің қазір давлениесін түсірдік. Язбасын жүйелешіне қылдық. Язвамды күйдірдік. Язваны күйдірдік. Қазір шөп дәрілер ішіп жатыр, малқаны ішіп жатыр, диета отырып жатыр. Ең главный диета. Мен ең главный мизаж бойынша бұл кісінің қазір бауырын тазалап жатырмыз. Строго диетада отыр қазір. Диетада отырғанда аштық емес. Дифференцированный, яғни жейтін тамақ жейді, жемейтін тамақ жемейді. Кеше бұл кісінің гайморитіне кірістік біз. Кеше гайморитке дәрі қойдық. Кеше мұрнымыздан не түсті? Керемет бір ауаға кіріп, жеңілдеп, қанап, кеше әріптен кейін бұл кісінің полный гаймориттің мұрнынан ағып түскен. Түсті бәрі. Асқазаным анау, сіз кеше осы күйдіргеннен кейін асқазанымның көп болып, көңілім айнағаны басылды. Одан кейін малқам өте қатты көмектесті. Одан кейін малқамнан бөлек сіз бір шөп дәрі бердіңіз ғой, 3 мезгіл іше бер, шөбімен жей бер деп. Сол ашқан, қыжыған бәрін не қылды. Мен өзім ойлап отырмын, өтім ашитын еді. Осы дәріні ішкелі сол себеп өтімнің несі де басылды. Өтім де толған деп айтқан маған. Белім қақсайды, тізем қақсайды, бәрі қойды. Бұл кісі бізге полный букетпен келген да, полный букет, ауырмаған жері алмаған. Ауырмаған жерім жоқ, ұйқы безі кеткен, бас қоймайды, неврологияға жатасын деп берген, қайда барарын білмей далбасалап, ақырында осы ағай десті осы жерге келіп, осынша дертіме шипа тауып отырмын. Қазір 7-ші күн ба? Бүгін 7-ші күн, және 3 күнім бар жатамын. 7 күнде осынша результат. Одан кейін тағы келіп жатамын деген именно қазір осынша дертпен келді бұл қызымыз. Сол диеттің бәрі қазір бір оқпан кетіп жатыр да, бір оқпан. Неге? Организм чисто. Басында сіздер жаңа не қылдыңыздар ғой, 3 күн көреміз, аламаймыз, қайтарамыз деп өздеріңізді. Жоқ, мен қорқып енді және қайда барам деп қорқтым. Жоқ, уже бірінші күннің өзінде мен сездім. Ем қонып жатқанын сездім. Күннен күнге жеңілдеп, жаңағыдай 3 күн басым қатты давлением түспей қиналдым. Оның бәрі асқазандағы язвадан екен. Язва басылды, давление орнына түсті. Кісіні қорқанымыз біз неден қорқтық қой? Язвадан қорқтық қой. Алхамдулилля, қазір өте жағдайым жеңілдеп, жеңіл сезініп, көңіл күйім де көтеріліп, еміме, дертіме шипа таптым. Және 3 күнім бар, Алла қаласа. Бірінші Алла. Енді біздіге, бірінші Алла біз себепші. Потому что восточный медицинада ең бірінші Алла шипасын берсе, Алла мысалы үшін себеп болды.
Biz ortada tutulgan sebepçimiz. Allah'ın öz şifasını berdi bu kişiye. Allah'ın arkasında osonday bolуп отур. Биздин эң биринчи принцибimiz İslam'ın kitabında öz жазылган. Барлык ауруду берүүчү да Алла, шифасын берүүчү да Алла дейт. Аллага сенүү керек. Кудайдын кудурети да күчтүү да. Осы Кудайдын кудуретинен осы кандасым кошумча жакшы болду. Мен келгенде биз үчүнчү күн корктук. Язбасы кіребеченіп кетіп қаттан хирургия кетіп қалам екен деп. Кісі айтты мен, сіз негізгі қарап отырыңыз қалыңызға. Қалыңыз қап-қара болып келіп жатқан болса кіребечене берсе сразу хабар беріңіз деп. Жоқ, жақсы Құдайға шүкір. 7 күн болды қазір, Аллаға шүкір қарындасымыз жақсы, жаман емес. Да, көрермендерге не маслихат бересіз? Көрермендерге айтарым, келіңіздер, ем алыңыздар. Өте қарапайым, емі өте күшті. Қалай екен? Восточный медицина бар ма екен пайдасы адамға? Өте үлкен пайдасы. 3 айдан бері жүрдіңіз, бәрі ішіп басқа ішіп, ақырғы күнде мен обезболивающий. Күніге кешке жұмыстан келемін, шыдай алмаймын, жата алмаймын, мынаның бәрі ашып алып, жүгіріп барып обезболивающий салдырып келемін. Басым кішкене қояды да қайтадан бастайды. Қазір міне альхамдулилля, Аллаға шүкір, мен көрермендерге айтарым, келіңіздер, дерттеріңізге шипа табасыздар. Өте керемет ыстық лечение бұл. Сондай денедегі суықтың бәрін қатты терлетеді, парафин, барлық нәрсе осы ішінде қамтылған. Озыйы да бар, жүректі де түсіріп жатыр. Әсіресе бұл жерде мен айта кетерім, бұл жерде қызметкерлердің жылы жүзді, мысалы үшін жылы сөздің өзі де емдейді да. Түнде жатарда да келіп, дежурный врачтар келіп, давлениемізді өлшеп, сәл мына жер десек, мынандай болады десек, жүгіріп дәрісін беріп, таңға шейін қабыр алып шығады, жылы сөзді емдейді негізі. Мәмілелеріміз де күшті, қызметкерлердің бәрі тамаша. Сосын бір айта кетерім, тамағы да өте керемет. Тамақ диетический тамақ өте керемет. Уағында беріліп жатыр. Асханадағы повар апайларда түсінбегенімізді қайта түсіндіріп, уағымен келіңіздер, жеңіздер. Бармайын, қойшы деп еркелеп шығып палатамызға келіп беріп. Главный бұл жерде жаңағы мәміле. Сен басқа жерлерге, көп жерлерге бардым. Сен неғып жүрсің деген адам жоқ. Дөрекі сөйлейді. Мына жерде мен наоборот нервный емдетемін деп келіп, нервный болып шығып кеткен күндер болды. Алла разы болсын, Алланың арқасында, Аллаға шүкір. Қандасының айтқан сөзінде жан бар. Біздің центрдің атқаны духовная медицина, народная медицина. Духовная медицина деген адамның бірінші душасына келу керек. Душа, дух. Иә, соны жетіп салмай отырмын ғой. Қандасың жаңа мәміле деп жатқанда әңгімеңіз соған тақалып бар. Иә. Ең главный қазір біз қандасымыздың душасына кіріп, душасын емдеп, қандасының көңілін тауып, міне қазір күліп отыр ғой маған. Бәрі келгенде жылап келген бұл кісі. Жазда операцияға баратын болды, ағай не қыламыз деп. Біз айтып, біз өзіміз қорықтық. 3 күн көреміз қандай, содан кейін маслихат қыламыз деген едік. Қазір 7-ші күн, қазір полный барлығы басылды қазір. Дәрдені нормаға келді, ашқазан ауруы басылды, гайморит басылды міне қазір. Потому что белім қойып, ашқан жерлердің бәрі басылды. Содан кейін бір ана жыланның оң жағы ол өте суықтайды. Керілеп, жаның кіріп қалады. Басын қойып, давлением қалыпқа түскеніне қуанып отырмын. Бұл жерді естіген едік. Бізде агро саласында айналысқан екен. Бізде российский фирмадан дәрілері келетін представительдеріміз келіп жатқан. Олар да біреулерден естіген, Ауез ағамыз жатқан. Сол кісі бізге совет беріп, өте жақсы базардың суығын бәрін жинап аласыз. Бәрі жақсы, жұтқаныңыздың бәрі химикат, сіздің ішіңіздің бәрі химикатқа толып қалған. Ол да бар, бәрін тазалайды. Өте күшті, қайта звондап WhatsApp-ымызға жаздыңыз. Бір келіп көріңіз деп сол кісі шақырған. Содан мына әзір негізі айтқанда екінші рет келіп жатуым өте керемет. Мен рахметімді айтамын. Қандай рахмет сізге, Алла шипасын берсін.